Егер сіздермен бірге Артскол арнасында Сейтімхан Зере. Алдымен Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздіктің тал бесігінде тербеліп, құран құсы қалықтаған аспанымыздың астында баянды да бақытты ғұмыр кешулеріңізге тілектеспін. Осындай мереке қарсаңында номер 9 мектеп гимназиясында керемет жаңалықтар болуда. Олай болса, сол жаңалықтармен бөлісе кетейін. Облыстық ақберен сайысында мектебіміздің оқушысы Кабдулин Мадияр 2-ші орын және Жүсіпова Айзаттың 3-ші жүлделі орынға ие болды. Құттықтаймыз! Сонымен қатар Батырбекова Шырын Абай әлеміне саяхат атты республика сайыста өз шығармашылығын оқудан 3-ші орын иеленді. Облыстық эрудит білім сайысында тағы да 8-ші сынып оқушысы Кабдулин Мадияр 3-ші орын иегері атанды. Құттықтаймыз! 2020 жылдың 9-ші желтоқсанында өткен рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру аясында өткен облыстық конкурсында шығыстың сөнбес жұлдызы Әбу Насыр әл-Фараби бағытында өткен ғылыми жоба қорғауда Нұрмаханова Гүлзедат Махмудовна 1-ші орынға ие болды. Құттықтаймыз! Жалпы білім беретін пәндер бойынша аудандық олимпиадаға мектебімізден 21 оқушы бәйгеге қосылғалы отыр. Мектебіміздің атынан сәттілік тілеймін. Жүлделі орын алуыңызға тілектеспін. Мектебіміздің білімді оқушыларына облыстық, республикалық деңгейлерде сәттілік тілей отырып, өз жетістіктерімен бізді қуантады деп сенемін. Сәттілік тілеймін сіздерге. Аталмыш тарихи оқиғалардың қатарынан мектебіміздің ерен сүйер жастары жас ұлан және жас қыран қатарынан ант қабылдап, санитарлық талаптарды бұзбай іс-шара өтілді. Бізде Артскол арнасында қонақта Батырбекова Шырын. Бұл жетістік мектеп үшін және сіз үшін де өте бағалы болғанына сенімдімін. Сайысқа дайындығыңыз қалай өтті? Жалпы бұл сайыс еліміздегі жағдайға байланысты онлайн түрде, яғни үй жағдайында өткен болатын. Бұл сайыс бір емес, бірнеше кезеңдерден тұрды. Бірінші кезеңінде бұл Абай атамыздың өміріне байланысты жаңағы тест сұрақтары алынды. Ал екінші кезеңде шығармашылық, яғни мақала, не болмаса эссе жазу. Және келесі үшінші кезең, ол ең маңыздысы жаңағы Абай атамызға арнау, яғни Абай атамызбен өмірімен байланыстыра отырып бір шығарма, яғни өлең арнау. Әрине абыржу, қорқыныш деген болды. Оның барлығын жаңағы мұғалімдердің шыңдауы арқасында және де ата-анамның қолдауы арқасында жеңе білдім деп ойлаймын. Біздің арнамызға қонаққа келгеніңізге үлкен рахмет. Рахмет. Бізбен бірге болыңыздар.